Сәлем тағдырлар арнасының тыңдармандары, каналыма қош келдіңіз. Маған тіркеліп, видеоны соңына дейін қарап, мені қолдап отырыңыздар. Қарғыс қате кетпейді. Әңгіме. Жылды тамыз айында тау арасындағы жалғыз отырған үйімізге екі атты адам келіп, әкем мен анама қоқан-лоққы көрсетіп, қорқытып, үркітіп, қорадан бір семіз ешкісін тартып алып, арттарына өңгеріп, бақыртып алып кететін. Кішкентай тұғынмын. Ол кезде еш нәрсенің мәнісін түсінбейтін едім. Дастархан басында әкемнің аузынан тұнжырап отырып шыққан сөзіне құлақ түріп, менде іштей бір ыза-кек пайда болатын. Келген әлгі екі адамды іштей жек көріп, бұлар кімдер деген түсініксіз ойлар мазалайтын болды. 10 жасар кезім. Үйден сәл алыстау жерде ойнап жүргенмін. Кенет үй жақтан шаң-шұң дауыстар естілді.